29 аралығында сәуірдің міне Түркістан облысында Алма-Тау спорт базасында дайындықты бастадық. Біріккен оқу-жаттығу жиыны Австралия, Филиппин, Тәжікстан, Армения сияқты елдермен толық құрамда келген. Ал енді Грециядан 2 боксшы, Грузиядан 1 боксшы бар тағы. Жігіттеріміз жақсы жігер ынтамен жаттығуда. Ал енді әлем чемпионатына әрбір баратын боксшы алдында өзінің мақсаты бар. Сол себептен бар күшті салады. Ал дайындығымыз жақсы, сапалы өтіп жатыр. Қазақ айтады, арық айтып семіз шық дейді. Сол себептен Алла қаласа бұйырғанын алып қайтамыз. Дайындығымыз жақсы өтіп жатыр, жоғары деңгейде. Шетелден мамандар шақырылып жатыр. Физикалық тұрғыда жұмыстар жасалды. Алла қаласа Ташкентке барып, ел үмітін ақтап, қолдан келген барлығын жасап, алтын медальмен қайтуға бар күш-жігерімізді саламыз. Енді бұл әлем чемпионаты болғандықтан қарсыластардың бәрі жоғары деңгейде дайындалып келеді. Мынау осал, мынау мықты деп айтпаймын. Әрбір қарсыласымен соңғы жекпе-жектей боксқандай бокстасып шығамын. Дайындық жақсы, бәрі ойдағыдай өтіп жатыр. Аллаға шүкір. Аллаға шүкір деген келеді, барлығы ойдағыдай тыңғылықты дайындық жүріп жатыр. Өзі бас бапкеріміз Мырзағали Айтжанов бастаған жаңағы жаттықтырушылар құрамы бар. Шетелден жаттықтырушы жаңағы физикалық подготовкаде жаңағы дайындықты даярлайтын. Ол кісі де көмегін беріп жатыр. Ғылыми топ бар. Барлығы жаңағыдай бір жеңнен қол шығарып дегендей, барлығымыз тыңғылықты жұмыс жүріп жатыр. Аллаға шүкір, бәрі ойдағыдай әзірге. Бұйырса енді өзбек біздің басты қарсыластарымыздың бірі ғой енді. Бұйырса өз жерлеріне барып, Алла қаласа той салып, қазақтың көк байрағын желбірету үшін бар күш-жігерімізді саламыз, аянып қалмаймыз. Енді бірінші рет емес қой мен жұдырықтасып жатқанымыз. Бірнеше мәрте енді 8 мәрте ма, 7 мәрте жұдырықтасыппыз. 4-те 3 қой енді былай. Бірде былай деген сияқты. Алла қаласа тактика бар, бұйырса бапкерлеріміз бар. Тактиканы қолданып, Құдай қаласа бір жарқын жеңіс қазақ еліне сыйлаймын деген сондай сенімдемін бұйырса. Түркістан облысының бөктерінде Алма-Тау дейтін спорттық базада қорытынды соңғы әлем чемпионатына дайындық өтіп жатыр. Оға дейін физикалық тұрғыда дайындық өтті. Бәрі тұрақты, Аллаға шүкір ойдағыдай. Бірінші Аллаға, одан кейін өзімізге сенеміз. Қарсыластың осал жоқ деп айта алмаймын. Өйткені қарсыластың бәрі өте мықты дайындалып келеді. Барлығы қарсылас өте қатты соғады. Сондықтан әлсіз қарсылас бар деп айтамын. Бәрі өте мықты, бәрі тыңғылықты дайындықта. Оны қазір түп басып айта алмаймын. Өйткені барлығы мықты болып тұр ғой. Қазіргі әлем біріншілігі осал ел жоқ деп айта алмаймын бокстан. Өйткені барлығының боксы дамыған. Сондықтан барлық қарсылас мықты. Енді бірінші кезекте әлем біріншілігіне санаулы күндер қалып, уже 1:07-де уақыт қалып, жайлап өз бабымыз кіріп келе жатырмыз. Жаттығуымыз, оқу-жаттығу жиынымыз ойдағыдай өте керемет өтіп жатыр. Қазір бізде бірлескен оқу-жаттығу жиыны Австралия, Армения, Тәжікстан сол елдер келген. Солармен оқу-жаттығу жиын өткізіп жатырмыз. Алла қаласа 29-на Ташкентке жол жүреміз. Алла қаласа енді Ташкентте тек қана Алла қолдап, қазақ ел жанкүйерлері қолдап, бізге қолдау көрсетсе, біз шаршы алаңда беріліп қалмай, соңына дейін күресіп, Алла қаласа елімізді тек қана жақын жеңістермен қуантады деген кәміл сенімдеміз. Еңбек Алла қаласа ақталады деп ойлаймыз. Аянбай еңбек ет, енді Алла қаласа шаршы алаңда аянбай күш-жігерімізді салатын боламыз. Бұған алдынан бері дайындалып жатыр, Ташкентте болады дегеннен бастап. Осы оқу-жаттығуын Алматыда Ақбұлақ несінде базасында өткіздік. Физический тұрғыда енді осы жаққа сам месіміз бар. Біріккен бұл жерде Филиппин боксшысы, Австралия, Тәжік, Армения боксшылары бар. Солармен бокстасып, тәжірибе алмасып жатырмыз. Аллаға шүкір, қазір формаға жайлап кіріп келе жатырмыз. Енді 2021 жылы Сербияда өткен әлем чемпионатында финалға жеткен кезде есем жіберіп қалған болатын. Сол жерде күміс алған болатын. Енді
Алла қаласа Алланың қалауымен еңбек етіп жатырмыз. Енді осы Ташкентте осы күмісімізді алтынға айырбастаймын деген мақсатым бар. Алла қаласа. Сбор жақсы өтіп жатыр. Шетелдің азаматтарымен ағайларымыз олар шетелден шақыртып жақсы сбор болып отыр. Дайындығымыз өте керемет. Азия чемпионаттарына ересекке өткелі опытчине алдым, жақсы Аллаға шүкір өз салмағымда. Алда Ташкент қаласында чемпионат мирада қарсыластарым айта келсек, өзбекстандық бар, жақсы Надержан деген опытный бұрыннан келе жатқан чемпион Азия. Индус бар, Беларус бар, жақсы қарсыластар бар. Оқу-жаттығу жиын жақсы өтіп жатыр. Негізі тәжірибе алмасып, қазір жақсы дайындық болып жатыр. Әрине әр спортшы мақсаты олимпия чемпион болу. Алла қаласа жақсы болып жатса, ағайлармен келісіп, тарап салмаққа да қарап, салмақ ауыстыруға ой бар еді. Құдай қаласа көршілес елде Ташкент қаласында әлем біріншілігі болып жатыр. Біздің ұлттық құрама сатынан 13 боксшымыз бар жатыр. Соның ішінде Түркістан өңірінен 2 боксшымыз бар. Ол 52 килода Сәкен Бибосынов пен 86 килограмм салмақта Сағындық Тоғанбай спортшымыз бар. Алдағы уақытта сол кісілерден жүлделі орын алады деген үміттеміз. Хочу выразить первым делом благодарность Федерации бокса Казахстана, личную благодарность главному тренеру Мырзағали Айтжанову за приглашение на совместный сбор. Казахские боксеры имеют в мире очень большие традиции. Нам большая честь присутствовать здесь на заключительном подготовительном сборе к чемпионату мира. Я очень часто бывал в Казахстане, еще в советские времена. База в Чимкенте великолепная, пользуемся всеми удобствами. Большое спасибо и надеюсь, все будет хорошо. И пользуясь случаем, хочу пожелать удачи и нам, и казахстанской сборной, и Федерации бокса Казахстана на чемпионате мира в Ташкенте. Мы приехали, уже участвуем на вторых сборах с вашей командой, с другими иностранными командами. В целом очень хорошо, мне нравится. Впервые мы проходим с командой в полном составе сборы. Что касаемо базы, питания, вообще отлично. Спасибо вашей федерации. Благодарим и свою федерацию за нашу поддержку. Очень приятно с вами поработать здесь и с другими командами, те, которые приехали. The training here in the camp's been very good. The food's good, the training camp's good. We're here with Kazakhstan, Armenia, Uzbekistan, Tajikistan. The training camp's been very good. We're preparing for the Southeast Asian Games. Starts in May 5 in Cambodia. So we're preparing for that.
әрқашан да айтқандарыңыз келіп, Алла Тағала тыңдағандай болып, еліміздің намысын қорғайтынына барлығын істерін іске басып, алға басып, бас бергені бас беріп, өміріміздің бас беріп, кетпесілермен тең бейілбесін дейді. Дастарханымыздан дәм кетпесін, өмірімізден мән кетпесін. Алла Тағала құрбақ болса, аман болып, не жаратқан ем өзің тағылған. Қуанышымызды тарытпа, адами болмысымызды шарықтақып, Алла Тағала жастарымыздың қуанышына қайтып жинауға Алла нәсіп етсін. Биыл 23-ші жылда үлкен жарыстар болып жатыр. Бірінші жарыс осы бара жатқан жарыстарымыз Ташкентте дүниежүзілік чемпионаты. Осы біздің Шымкент жеріміз, шырайлы Шымкенттің жері сіздерге баға келсін. Құдай қаласа осы чемпионаттарда бәріңіз үлкен дәрежеге жетіңдер, медальдар алай беріңіздер, рейтингтеріңіз үлкейе берсін. Құдай қаласа осы чемпионат сіздерге, ең спортсмендерге ең үлкен жол олимпиада ғой. Сол олимпиадаға жол алып, Құдай қаласа бәр жерде үлкен дәрежеге жетіп, аман-есен бола беріңіздер. Рахмет. Бауырымызға, інімізге тілейтін, Құдай қаласа осы өзің профессионалсың, енді боксшысың, Құдайға шүкір, осы өзің білесің. Қалай бәрін жігіттерді жатырып жүрсің. Құдай қаласа өзің шәкірттердің ішінде сен олимпиада чемпионы болған жоқ. Призер болып, дүниежүзілік чемпионы болып, Құдай қаласа осы олимпиадада чемпионы болсын. Рахмет. We want to thank the host, the Kazakhstan Boxing Federation, so much for allowing us to come here for this training camp. It's an excellent preparation for the World Championships. Kazakhstan is known for their high quality boxers. They have a rich history with many Olympic champions, world champions and so on. That's why we want to come here. Also because we feel very much welcome by the coaches, by the boxers, and I think this is good for all of us to have this joint preparation, and hopefully in the World Championships we'll all get a good result, bringing home many medals. Thank you very much. Good afternoon, everyone. I would like to thank the Kazakhstan Federation for inviting us here. Even we cannot going to World Championship, but we have continental tournament like Southeast Asian Games, very important to the Philippines. So we cannot go into the World Championship. But we thanks to Kazakhstan Federation, the president, and our good friend coach and my classmate in Italy, Mырзағали. Thank you very much for welcoming us here. Thank you.
құрметті қонақтар, баршаңызға осы Ташкент сапарға қарсаңға ақ жол тілеймін. Жолдарыңыз болсын. Алла қолдап, осы Шымкент топырағында, Алма-Тау топырағында шыңдалған жігіттер Ташкенттен олжалар болсын, елдеріңіз сау болсын, бастарыңыз аман болсын. Мырзағали Айтжанов бастаған Қазақстан құрамасына да жеңіс тілейміз. Ел аман жүргінші болсын. Осылай Құдай тамақ ұйымдастырып, осы үлкен жолда садақа беріп жатқан азаматтарға Алла разы болсын дейміз. Келген қонақтарымыздың да жолы болсын. Баршаңызға Алланың нұры жаусын. Көп-көп рахмет. Ақсақалдардың арасында құран оқытушыға сапарға дайындалып жатыр. Ниеттері қабыл болсын. Команды Армении за такой сердечный прием, за хорошо проведенный сбор и за теплоту жителей и персонала. Большое вам спасибо. Я думаю, что удача должна способствовать нам на чемпионате мира. И желаю всем хорошего выступления. Спасибо еще. Дорогие друзья, спасибо вам большое, в первую очередь, Федерации бокса Казахстана, Мырзағали за приглашение на этот сбор. Провели хороший сбор. Спасибо вам большое и желаю вам удачи всех спортсменов на чемпионате мира и на рейтинговых турнирах на Олимпиаду 2024. Спасибо вам. Соған Алланың күш қуаты берсін. Алла жарықса, бірінші орындар көп болсын деп тілектеспін. Добрый день всем. Хочу поблагодарить казахстанцам за гостеприимство. Очень приятно то, что приняли меня как своего главного тренера Мырзағали. Спасибо всем, Казахстан, Алла и всем командам, да, хорошего выступления. Все будет хорошо, с Богом. Всем спасибо. Thank you so much to all Kazakhstan boxing team. Thank you so much for training here and welcome to training camp. Thank you for 54 kilograms, 51. All boxers and for me to experience. Thank you so much. And coaches in Kazakhstan, very thankful. To canteen, thank you for all food giving to all boxers. Thank you so much and God bless the world. Приветствую всех присутствующихся. Хочу выразить свою благодарность за теплый прием, за хороший опыт, совместные тренировки. Желаю всем вам удачи на предстоящем чемпионате мира. Всем благ. You
Спасибо за такие теплые отношения. Благодарю. Желаю всем удачи, без травмы. Всем хочу сказать рахмет. Жастарға бата береміз. Сапарларыңыз оң болсын. Ақжүрек болып жолдасын. Алла таза қолдасын. Жақсылық үшін тірессең, жаныңды аның қорғасын. Алла тағала айбынды болсын, шабысын, алымды болсын, табысын. Найзадай болып намысын. Ер жігітке бәрі сын. Бақ пен қыдыр жолдас қып, әр уақытта қолдасын. Көшіміздің төрінде көк байрағымыз желбіреп, Алла тағала өзі қолдап, абыройларын өрлесін. Әмин.